Сәлем баршаңызға. Бүгін бізде көріп тұрғандарыңызға ерекше контент, ол сумка в роддом көрсететін боламын мен сіздерге. Аллаға шүкір, жақында өзім босандым. Босанардан алдын сумка в роддом өте көп іздедім, және де қазақша нұсқасы ютубта почти жоқ екен. Сондықтан өзім жинағандықтан сіздерге де пайдам тисін деп видеоға түсіріп алдым. Қыздар, мен 3 сумка дайындап қойдым. Мен 3-ші балам болғандықтан сіздерге еркін айта аламын. Менде опыт бар, менікімен жинап көріңіздер. Және де менің арнама тіркеліп алыңыздар. Өте көп қызықты контент болады қыздар. Біздің ең бірінші сумкамызда ең бетінде бізде документ болу керек. Осы обменный карта, өзіңіздің куәлігіңіз, және де міндетті түрде ПЦР тесттің результаты керек. Қазір карантин болғандықтан онсыз кіргізбейді. Ал екіншісі бізде роддомда киіп жүретін осындай ХБ материалдағы пижама болу керек, өзіңізге арналған, және де домашний. Мен домашний алдым, сіз су өткізбейтін кәдімгі тапочки алсаңыздар да болады. Және де взрослый памперстер. Взрослый памперс 2 немесе 3 алып алыңыз. Ол көптік етпейді. Мынадай бумажный полотенцеларды сізден акушерлер сұрайтын болады, сондықтан бұдан 1 алыңыз. 1 алсаңыз жетеді. Одан кейінгі өзіңізге қажет зат ол полотенце. Бетіңізді жуған кезде сүртіп жүретін полотенце өзіңізге міндетті түрде алып алыңыз. И влажный салфетка. Мен влажный салфетканы арнайы үлкенін алып алдым. Балдарға да қолдануға болатын, өйткені кейін балапанға да өзіме де қолданғанға жақсы деп. Ал енді туылған балапанның ең бірінші киетін киімдері. Памперс алдым 2, одан кейін 2 қалпақ алдым, өйткені қалыңдау болсын деп, өйткені мен қыс мезгілінде босанамын. Одан кейін распашонка, барлығын 2-2-ден алуға тырыстым, өйткені бөлініп қалса таппай қалмайын деп. Өзіме ыңғайлы болу үшін. Осылай сыртынан киетін қалыңдау жемпір сияқты, ішінде несі бар, қалың алып алдым. 2 боди алдым, бірақ негізі бодиді көбінесе кигізбейді, кіндігіне тиеді деп, бірақ көреміз. Кейін нәски алып алдым. Одан кейін 2 шалбар, айтқандай барлығы 2-2-ден. Ыңғайлы болу үшін. Кейін жаялық қыздар, жаялық 1 жұқа, 1 қалың алдым роддомға бірінші алған кезде, және де бұлардың барлығын қыздар жуып үтіктеп қойғанмын. Сіздер де дәл солай жасаңыздар, өйткені оны балаға сатасыздар, балаға дейін неше түрлі адам ұстайды оны. Сондықтан таза болу керек. Ал менде одеялдың орнына осындай конверт алып алдым. Сіз егер одеял алатын болсаңыз, міндетті түрде сыртын қаптадыңыз. Менде конвертің өте жұмсақ, сондықтан соны конверт алдым. И 1 набор киім алып алдым, өйткені киімдер болған жағдайда осылай 1 набордың ішінде барлығы бар қыздар. Бұл менің бірінші сумкам болатын. Қазір сіздерге екінші сумканы көрсететін боламын. Екінші сумка бізді балапан екеумізді родзалдан шығарып палатаға ауыстырған кезде екеумізге қажет болатын заттар. Ол ең алдымен осындай жаялық. Жаялық өте көп керек болады қыздар, өйткені баланың астына төсеп қоясыздар, ползункке ауыстырған кезде керек болады. Және де осындай 2 набор киім алдым. Набордың ішінде сыртынан киетін, ішінен киетін распашонкалар, және де шалбар мен қалпағы міндетті түрде бар. Осындай наборлар өте ыңғайлы, өйткені жұмсақ болады. Содан 2 алдым, егер де бөлініп қалған жағдайда ауыстырамын деп. Және де бөлек-бөлек нәски, 1 қалың, 1 жұқасын алдым. Роддомның іші, палатаның іші кішкене жылы болса, жұқалау нәски кигізгенге. Және де ползунки алдым. Распашонка 2 бөлек распашонка да алып алдым қыздар. Кейіннен памперс. Ол памперсті өте көп алдым, өйткені өте көп бүлдіреді. Балдар бірінші туылған кезде, және де бізде хайгис премиумдікі өте керемет памперстер. Және де одан кейін өзіме қажет осындай олвистің қалың түрлері бірінші күндер қолданатын. Кейіннен простой олвистер. Бұның барлығын штучный аламын. Прокладка для грудиді да штучный алып кетемін, өйткені коробкамен көтеріп барған өте үлкен местан алады, ол маған қажет емес. 2-3 өзіме қажетті ғана алып аламын. Ал тағы бір пакетке осылай өзімнің іш киімдерімді қажет деген 2-3 күнге жететін іш киімді алып алдым. Одан кейін нәскиім, қалың колгот киіммен өзім киіп жүретін халатымды алып алдым қыздар. Міне қыздар, осымен екінші сумкамыз, бізге қажетті деген осы заттар негізі. Ал үшінші сумкамда ол бізді шығарған кезде киіп алатын, менің өзімнің киіп шығатын киімдерім, және де баланы орайтын конверт. Қыздар, осы жерге егер де әдем болып шығам десеңіздер, әртүрлі косметикаларыңызды қосып алсаңыздар болады қыздар. Сіздерге пайдам тисе, міндетті түрде комментарияға бір белгісі қалдырып кетіңіздер қыздар. Және де менің арнамнан қандай контент күтесіздер, сол жағында жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде арнама жазылып алыңыздар, өйткені бұндай әртүрлі рецепттер, лайфхактар тағы өте көп болады қыздар.